Ассалаумағалейкум. Қызды түнгі 12-де ұзату қайдан шыққан, білесіз бе? Мен де білмейді екенмін. Осы жайлы іздестірген едім. Естігенімізді еске салып, ескіліктің жөн-жоралғысынан бастасақ деп бір апамыз әңгімесін айтып берді. Ескі әңгіме болған соң, есті әңгіме ғой, қызық болса айтып берейін. Апамыз біз ес біліп етек жинап, шашымызға шашбау тағып, қыз салтанатын құрып жүрген уақыттарда бойжеткен қызды таң ата шолпан жұлдыз туғанда ұзататын еді дейді. Ұзатылмас бұрын қыздың ата-анасының үйіне болашақ күйеуімен некесін қиятын дейді. Яғни қызды алып кетпей жатып. Ұзатылатын қыздың сәукелесі қымбат бағалы алтын күмістен тігілетін. Соның өзінде астар бар екен. Барған жерінде бүктен ортада қызымыз қиналып қалмасын, қажет болса сол алтын күмістерін пайдалансын деп жасайды екен. Ертеңін ойлаған қайран аналар ай десеңші деп апам әңгімесін ары қарай жалғастырды. Таң ата шолпан жұлдыз туғанда ұзатылатын қызға айтылар тілектер көл көсір болушы еді. Ал бүгін қыз ұзату тойханада өтеді. Сағат 12:00-де қызды шығарып салу керек деп шулап жүрген бір адам. Сағат 12:00-де күймесі асқабаққа қызметшілер тышқан қайналып кететін әлгі орыстың Золушка деген ертегінің әсері тиген білерсің. Жапа тарқамай қыздың бетінен сүйіп, жабыла түскен жұрттың қайсысы жақын, қайсысы алыс екенін жүрегі толқып тұрған бойжеткен біліп те үлгермес. Ал ағымата біткен жерде күтіп тұрған күйеу жігіт қалыңдығын көтере ала жүгіреді. Көтере алмай баспалдақтан сүрініп қалып құлап атқандары қанша. Ал бұрын болса күйеудің атына, яғни қазіргі лимузиніне ағасы көтеріп мінгізген. Міне осы жерде ағаның мінді деген жоралғы туындап, қыздың ағасына ат мінгізген. Жүгіріп жүрген жеңгелері ентігін бассын деп, ентікпе деген сигаретін жасайтын болған құдалар жағы. Заманның талабына қарсы емеспіз. Тойханада тойлай берсін. Әлгі сағат 12:00 болғанда жастардың қыздың ата-анасының шаңырағына апарып, ет жақын туыстары таң ата шолпан жұлдыз туғанда ұзатса деген ой біздікі деп апамыз әңгімесін аяқтады. Ал енді мына 12-де ұзатып жүрген тірлік қаяқтан шықты, оны бір Алла білсін.